Сәлем достар, бүгін біз осындай паласаты блинчики жасайтын боламыз. Бұл блинчиктер өте әдемі және дәмді болып келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқа, қант, тұз, сүт құямыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. ұн қосамыз. Одан кейін тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ыстық суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Соңында сұйық май құямыз. Одан кейін жақсылап тағы да араластырамыз. Шамалы бөлігін ыдысымызға құйып алып, какао саламыз да ыдысымызға құямыз. Қатты қызып тұрған сковородкамызға осындай узор жасаймыз. Үстіне тестамызды құямыз. Блинчигіміздің екі жағын қуырамыз. Қараңыздаршы, қандай әдем болып шықты. Жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.